Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осылай ерекше әдіспен мантаваркада нан пісіретін боламыз. Біздің нанымыздың сырты қытырлақ, іші өте жұмсақ болып пісетін болады, және басқа нандардан дәмі ерекшелеу болып келеді. Әрі көп затты да қажет етпейді, қол жетімді ғана заттардан тұрады. Ол үшін бізге 200 мг жылы су қажет, және 100 мг жылы сүт қосамыз, және 1 шай қасық аштығы қосамыз. Бұл жерде аштығымыздың барынша сапалы болуы қажет. Мерзімі өтіп кетпеген аштығы болуы қажет, және оның үстінен 80 мг сары майды қосатын боламыз. Менде бұл жерде щедрое лето деген сары май, бөлме температурасында болуы қажет. Бұл жерде сары майымыздың барынша еруі міндетті емес, оны қосқанда өзі еріп кетеді. Одан соң үстінен 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Содан соң үстінен еліктен өткен дайын ұнымызды қосамыз. Бұл ұнның барлығын қоспаймыз, 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Нанымызға қажетті барлық заттардың мөлшерін астыдағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын, бірақ ол жерде ұнымыздың қанша мөлшерде қосылатындығы жазылмаған. Себебі ол әр ұнның тығыздығы әртүрлі, оның тығыздығына байланысты өздеріңіз көз мөлшермен қоса бересіздер. Қамырымызды осылай әдемі етіп, бір келке етіп илеп аламыз. Қолға жабыспайтындай болу қажет, және жұмсақтау болу қажет. Қамырымыз көтерілу үшін бетін жауып 2 сағатқа қойып қалдырамыз. Арада 2 сағаттай уақыт өтті, қамырымыздың бетін аштық, қамырымыз жақсы болып көтерілген. Енді қайтарып жібереміз да қамырымызды бөлікке бөлеміз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай майдағы пісірем десеңіздер 3-4 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен сәл ірігі пісіргендіктен ортасынан 2 бөлікке бөлдім. Бөліп алған қамырымызды осындай бір келке етіп дөңгелек формаға келтіреміз, және көтерілу үшін 10-15 минут уақытқа қоямыз. Осы арада біздің мантаваркадегі суымыз қатты қайнап тұруы қажет. Арада 15 минут уақыт өтті, нанымыздың бетін ашып, енді нанның формасына келтіре бастаймыз. Осылай ортасын бірінші тегістеп аламыз. Ортасы көтеріліп кетпеуі қажет пісіріп жатқан кезде. Мен вилкамен ортасын басып шықтым. Ал егер сіздерде осындай нанды арнайы өрнектейтін құралдарыңыз бар болса, сонымен басып шықсаңыздар болады. Міне біздің нанымыз дайын болды. Енді пергамент қағазының үстіне нанымыздың формасын бозбай әдемілеп қойып аламыз. Және осының үстіне бір жұмыртқаның сарысын алып қосамыз. Жұмыртқаның сарысы қою болғандықтан үстінен кішкене сүт құйып жібереміз. Жақсылап араластырамыз да бетіне жаға бастаймыз. Жақсылап бір келке етіп бетіне жағамыз. Осылай дайын болған қамырымызды мантаварканың үстіне қоямыз. Үстіне қойып, қайнап тұрған судың үстіне апарып жайғастыратын боламыз. Біз де міне қатты қайнап тұрған судың үстіне қойдық. Болғаннан соң бетін қатты жауып қоямыз. Егер сіздерде мантаварканың бетінде осындай тесік бар болатын болса, оны міндетті түрде матамен жауып қоямыз. Себебі нанымызға ауа кірсе, ол қатып қалатын болады. Нанымызды мантаваркада 3-4 минутқа қалдырамыз. Арада 4 минуттай уақыт өтті, нанымызды алдық. Нанымыз әдемі болып көтерілген. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып, 20 минуттай уақыттай пісіріп аламыз. Бетіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мак болсын, кунжут болсын себе бересіздер. Міне біздің нанымыз осылай болып шықты. Нанымыздың дәмі де өте ерекше болып шықты, және сырты қытырлақ, іші өте жұмсақ болып піседі. Егер менің видеом ұнаған болса,
регистрация бөлімін басып, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, сұрақтарыңызды қоя кетіңіздер. Сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап жазатын боламын.